me. What? Just listening. Тор, махаббат және найзағай. Трейлерді талдау. Екі мың 22 жылы прокатқа шығатын Марвелдің 3 фильмінің ішінде Тор, махаббат пен найзағай ең қызықтысы. Көрермендер соңғы рет Торды эпикалық 2 бөлімнен тұратын Infinity Saga финалында кек алушылар шексіздік соғысы және кек алушылар ойының соңында көрді. Тордың доғасы сол фильмдер бойына күңгірт жаққа бет бұрды. Өйткені ол әкесінен, ағасынан, жақын досынан айырылды. Фильм Тордың Таностың жеңілісінен кейін жасарып, бұрынғы кейпіне қайта оралған галактика сақшылармен бірге ғарышқа аттанумен аяқталды. Марвел ақыры алдағы Тор, махаббат пен найзағай фильмінің алғашқы кадрларын көрсетті. Тизер қысқа әрі қарқынды болды. Бірақ әдеттегідей студия бейнеде бір қарағанда әрең байқалатын көптеген қызықты ұсақ түйек ақпараттар жасырылған. Махаббат пен найзағай трейлері Тордың әртүрлі жаста бір орманда аралап жүгіріп келе жатқан үзіліссіз түсіріліммен ашылады. Алдымен балық шағында, содан кейін жасөспірім кезінде және көрермен Тормен бірінші кездескен жаста. Осы реттілік ойнап жатқанда Тор көрермендерге өз жолын таңдайтын уақыт келгенін айтып береді. Тор ұзақ уақыт бойы өзін-өзі мақұлдауға ұмтылатын кейіпкер болды. Дегенмен, махаббат пен найзағай кейіпкердің неғұрлым негізделген және тәжірибелі нұсқасы өзін-өзі тану сияқты бұрыннан келе жатқан тапсырманы орындайтын көреді. Күннің күркірей құдайы өмірдегі бейберекетсіздікке қарамастан ақырында өзін табатын шығар. Бейненің бірінші жартысында Тор суперқахармандық мансабының аяқталғанын айтады. Енді найзағай құдайы өзін түзеп, не істегісі келетінін жоспарлап отыр. Ең алдымен кейіпкердің кек алушылар ойының соңы фильмнен кейін қалай қалыптасқанын көреміз. Танос әлемнің жартысын жойғаннан кейін Тор депрессияда болды. Өйткені ол өміріне бірінші кезекте қателіктің салдарын сезінді. Психикалық денсаулығының нашарлауынан басқа Тор көп салмақ жинады. Трейлерде Тор салмақ тастау үшін қайтыс болған алыптың бауларынан алынған шынжырларды жаттықтыру үшін пайдаланды. Кейіпкер ең күшті кек алушы деген жазу бар қалпақ киеді. Бұл Тор өзін осылай атаған Рагнарёкқа тікелей сілтеме. Жаттығудан кейін Тор кек алушылар ойының соңы күтілгендей галактика сақшыларына уақытша мүше болады. Жаңа тізімге Жұлдызды Лорд, Дракс, Ракета, Грут, Небула, Мантис және Краглин кіреді. Олар әлі де марқұм Йондудың қаруын қолданады. Кадрлардың бірінде, мысалы Мантистің басында электрондық құрылғы бар екенін көруге болады. Мүмкін оның қабілеттерін арттыратын шығар. Сақшылар 3-ші фильмінде де сол актер құрамында пайда болады. Шамасы, команда Тормен бірге Кентавр планетасына келіп, жергілікті тұрғындарға қарсыластармен күресуге көмектеседі. Тордың қолында қару көрінбейді, сондықтан кейіпкер онымен біраз уақыт қоштасатын шығар. Тор қысқа уақытта сақшылар қатарында қалады. Ол өз істерін тез жалғастырып, кейіпкерді планеталардың біріне қондырады. Сірә Тор тағы да Корппен бірге Сакарда болады. Бұл тіркеменің 36 және 37 секундтарында үйілген қоқыстардан хабар береді. Бұл Рагнарёктың соңында планетаны бақылаудан айырылған Джефф Голдблюм ойнаған гроссмейстердің оралғанын білдіреді. Тор жер бетінде орналасқан жаңа Асгардқа да барады. Шамасы бірнеше жыл ішінде елді мекен айтарлықтай өсіп, туристік тартымдылыққа айналды. Кейбір ғимараттардың ескі патшалықтағыдай алтын түсті екенін көруге болады. Кадрлардың бірінде біз Тор жаңа Асгардтың билеушісі етіп тағайындаған Валкириді көреміз. Ол шенеуніктермен кездесуден зеріккен кейіпте отырады. Асгардтықтар өз қалашығын тәуелсіз мемлекет деп санайтын шығар. Сондықтан жергілікті саясаткерлермен іскерлік кездесулер таңғалдырмайды. Тіпті жаңа Асгардта қызықты көлік құралдары бар. Мысалы, ұшатын ешкілер сөреткен қайық. Тор олардың көмегімен күймеге мінген. Соңында Тор достарымен бірге грек құдайлар тұратын Олимпке барады. Бұл Марвелдің ең жақын жерлерінің бірі болар сөзсіз. Тор Олимп тұрғындарымен кездеседі. Мысалы, Рассел Кроу сомдаған Зевс фильмде міндетті түрде шығады. Бейнебаянда біз әйгілі құдайды артынан ғана көреміз, бірақ оның дәл осы екеніне күмән жоқ. Олимптың ең атақты жауынгер Геркулестің эпизоды болуы мүмкін. Дегенмен, кейбір кадрларды түсіндіру әлі де қиын. Мысалы, Тор қарақшыға ұқсайтын қызды сүйеді. Бәлкім, бұл режиссер Тайка Вайтидің жақында түсірген «Біздің туымыз өлімді білдіреді» сериясына сілтеме ғана. Трейлер әдетте оптимистік, бірақ болашаққа қатысты бірнеше қараңғы кеңестер бар. Біріншіден, 55-ші секундта Тор мен Корг өлі тіршілік иесіне қарайды. Бұл кадр найзағай құдайы комиксінің нөмірі 3-ші тарауынан тікелей алынған. Ал өлген тіршілік иесі галактика шекарасының құдайы Фалигардың сүйегі. Фильмде Фалигардың өлімі басты зұлым Гордың бірінші қылмысы болар сөзсіз. Трейлердің соңында Джейн Фостер қалпына келтірілген балғамен Тор сияқты киінген көрінеді. Көрермендер кейіпкерді соңғы рет қараңғылық патшалығында көрді. Содан бері Фостер кинода көрінбеді.
Комикстерде балға сиқыр мен құдайдың күші арқылы қалпына келтірілді. Режиссерлердің қай нұсқаны таңдағаны әзірге белгісіз. Комикстерде Фостер қатерлі іске шалдыққаннан кейін найзағай құдайы болды. Ал Мьёльнир қызды өз күшіне лайық деп санады. Өзінің өзгеруіне дейін ол Мидгарттың әлемдер конгресіндегі өкілі ретінде әрекет етті. Мүмкін келесі триллерде біз оның тарихы туралы көбірек білетін шығармыз. Біз Торды үлкен ағаштың астына медитация жасап жатқан көреміз. Ол көзін ашып аспанға қарайды. Оның екі көзі көргенмен бір көзден айырылған. Осыған байланысты бұл көріністе атап айтқанда Тор Валхалаға келеді деп болжануда. Мифологияда Валхала жұмақтың скандинавиялық баламасы. Онда Асгардтың ең қаһарлы жауынгерлері кейінгі өмірін осында өткізеді. Марвел классикалық рокпен ұзақ уақытпай оң қарым-қатынаста болды. Трейлердің артында ойнайтын Guns N' Roses тобының Sweet Child O' Mine әні бұл фильмнің сюжетіне үлкен әсер еткен Рагнарёктың иммигранттар әнінің орнын басып тұрған сияқты. Егер әннің мәтіні махаббат пен найзағайдың сюжетіне баратын мағынасы болса, жанкүйерлер Тор Одинсінің өз отбасын құруға және өз балалар болуға дайын екенін білуге болады. Ән мәтінінде айтылғандай, найзағай құдайы әкесінің оны тәрбиелеуде жіберген қателіктерінен аулақ болып, өз ұрпағына өзінен көрі жақсы тәрбие беруге тырысады. Крис Праттың жұлдызды лорды трейлерде өзінің басқа әріптестеріне қарағанда маңыздырақ көрінеді. Квейл мен Тордың арасындағы қысқа алмасу аудиторияға жұптың қарым-қатынасы туралы түсінік береді. Екеуі әлі де бір-бірін ұнатпайды. Олар сақшыларға жетекшілік ету үшін үнемі ойнамай-ақ тіл табысуға мүмкіндік беретін достық қарым-қатынасты дамытқан сияқты. Тор көңілді, бірақ эмоционалды пікір алмасуда. Крис Праттың Питер Квиллі найзағай құдайына: "Егер сен өзіңді жоғалтқандай сезінсең, жай ғана өзің ұнатқан адамның көзіне қара" дейді. Тордың Квиллге әзілдеп, оған қалай қарағанын ескерсек, фильмнің негізгі тақырыбына сілтеме бар. Тақырыпты айтқандай, Тор франшизасындағы 4-ші жазба бұл батырдың сүйіспеншілікке ұмтылуын қалайды. Тордың бұрынғы ғашығы Джейн Фостердің қайтып оралуымен найзағай құдайы жақында оның жақын досы Стив Роджерс сияқты қолдарын тастап жақсы көретін әйелмен бірге тұруға уақыт табады. Тор махаббат пен найзағай өзінің негізгі сюжетіне дейін орталыққа қарсы тұру мүмкіндігі бар. Және сонымен қатар Голливуд фильмдеріндегі бір уақытта парадигманың ауысуына әкелуі мүмкін. Валкирия комикстерде канондық бейсексуал болып табылады. Және Тор сагасының алдыңғы 4-ші бөлімі осы аспектісін назарда ұстауға уәде береді. Сюжеттер сияқты ескі тропта көптеген фильмдердің сюжеті басты кейіпкердің махаббатына негізделген. Бірақ ЛГБТ аудиториясына өздері сияқты кейіпкерлердің осы рөлдерде сомдаған көре алатын аз фильмдер берілген. Жұлдыздар соғысы трилогиясының фильммен по қарым-қатынасымен осы бағытта жүруге көптеген мүмкіндіктері болды. Бірақ жазушылар оның орнына әйел сүйіспеншілігін сұрауды жөн көрген және бұл идеядан бас тартты. Махаббат және найзағай кейбір кейіпкерлерді шеттету трендіне қарсы тұруға және ЛГБТ өкілдеріне толықтай назар аударуға тырысады. ЛГБТ таңбалары оңай назардан тыс қалуға немесе толығымен өшіруге болатын көбінесе беймәлім аудиториялар үшін қауіпті жағдай. Тіпті Локидің бисексуализмі бірнеше диалог желісі арқылы расталды. No! God, please, no! No! Рагнарёк Валкирийдің бисексуал екенін растайтын көріністі алып тастаған үшін сынға алынды. Мәңгіліктерді Фастосты сүйетін күйеуі бар гей некеге қосқан үшін мақталды. Бірақ бұл көріністің сюжетке еш қатысы жоқ. Айта кетейік, Фастостың күйеуі Бен рөлін сомдаған Хас Слеймен біріккен Араб әмірлігінде туып, Ливанда өсті. Фильмнің өңделген нұсқасын шығарған екі ел бұл олардың қарым-қатынасын түбегейлі үзді. Фильмні көрудің бірінші және ең маңызды себептердің бірі Тайка Вайтидің режиссерлік орынға қайта оралуы. Рагнарёкпен үлкен табысқа жеткеннен кейін Жаңа Зеландиялық режиссер Тордың мінезін және көрермендерге оны жақсы түсінетінін дәлелдеді. Рагнарёк 2011 жылғы Торды, содан кейінгі Тор қараңғы әлемнің мелодрамалық реңінде қарама-қайшы комедиялық ету арқылы қайта ойлап тапты. Тайка Вайтидің Торы махаббат пен найзағай фильмі Джейн Фостердің өзінің Мьёльнирін ұстайтын көрсетті. Бірақ оның балға қаруы неге сынған? Алғаш рет 2019 жылы Сан-Диего Комик-конда Marvel Studios хабарландыру кезінде Тайка Вайтиди Натали Портманның Джейн Фостері Мьёльнирді басқаратын және фильм барысында құдіретті Тор болатынын растады. Натали Портман Тор қараңғы әлем фильміндегі соңғы рет шыққаннан кейін оны қайтарады. Енді ол құдіретті Тор бейнесін алып, суперқахраманға айналмақшы. Дегенмен оның мистикалық балғасы сынған және қайтадан біріктірілген. Бұл байқау содан бері жұртшылық үшін әңгіме болды. Жанкүйерлер фильмнің ресми трейлерін күтіп тұрғанда, жаңа байланған тауарлар Джейн Фостердің сынған Мьёльнирдің ең жақсы көрінісі ұсынады. Осыған байланысты балға кек алушылар ойының соңы фильмінде көрсетілген бала бола алмайды. Капитан Америка Мьёльнирді бастапқы уақыт кестесіне қайтарғанын қоспағанда, ол да бұзылмаған. Оның орнына бұл қасиетті уақытсыз басының Мьёльнирі болуы мүмкін.
Бұны Тор Рагнарёктың басына Хела сындырған. Қалай болғанда да ол басқа Асгардтықтардың немесе алғаш жасаған шебер ұста Эйтридің көмегімен қайта біріктірілді. Тор Рагнарёк фильмінде Хела Мьёльнирді жойғаннан кейін сынған балғаның бөліктерін жинауға ешкім уақыт алмаған сияқты. Алайда кино оқиғаларынан кейін Валкирия, Корг және Асгардтың босқындарының жартысы бір жерге қоныстанған атап өткен жөн. Мүмкін олар келген кезде Мьёльнир қалдықтары сол аймақта шашылған болар. Олар оны тіпті жерде жаңа Асгардты орнатудың дұрыс орны деп қабылдаған болуы мүмкін. Қандай жағдай болмасын, Джейн Тордың бұрын қолданған Мьёльнирді ұстайтыны анық. Марвел киноғалама қазір мультфильммен белсенді түрде күресіп жатқанымен, Тор махаббат пен найзағай бұл идеяға тереңдеп араласпай, оның орнына өзінің жеке әңгімесіне назар аударуы мүмкін. Кегалушылар ойының соңы фильмінде өзінің баласы Мьёльнирмен қысқа кездесуден кейін Тор махаббат пен найзағай фильмінде Штормбрейкерді тағы бір рет қолданады. Тордың әпкесі Хела Хамерді еш қиындықсыз жойып жібергенде, Мьёльнир Рагнарёкта жоғалып кетті. Тор Кегалушылар шексіздік соғысы фильмінде жаңа қаруға деген мұқтаждығын, Танос Асгард тұрғындарының қалған бөлігін тасымалдайтын кемеге шабуылдап, олардың жартысын өлтіргеннен кейін түсінді. Эйтри гномдар патшасы Нидивалерде Торға Таносты құлатуға көмектесу үшін балта жасады. Ол ақырында шексіздік соғысына өз мақсатын орындай алмады. Тордың махаббат пен найзағай фильмінде тағы да қаруын жоғалтып алуы және Ярнборн деп аталатын комикстерде қолданған шайқас балтасына жүгінуі мүмкін. Джейннің Тор нұсқасы 2014 жылы Marvel комикстер әлеміне енгізілді және бірден жанкүйерлердің сүйіктісіне айналды. Бастапқы материалда Джейн Фостерге сүт безі қатерлі ісігі диагнозы қойылды. Тор құдай қасапшысы Гормен күресіп жүргенде химиотерапиядан өтуге мәжбүр болады. Көп ұзамай Тор Мьёльнирді көтеру қабілетінен айырылады және бала Фостерді лайықты алмастырушы ретінде іздейді. Джейн Тор туралы ең көп резонанс тудырған аспект ол Торға айналған сайын басынан өтетін моральдық дилемма. Бастапқы материалда Джейн Фостердің қатерлі ісігі балғаны алған сайын емделеді. Алайда оның химиотерапияда осы уақытқа дейін жеткен жетістіктері де жоғалады. Өзінің дебютін сұрайтын тағы бір кейіпкер Бета Рей Белл. Оның таныстыруын жанкүйерлер көп жылдар бойы сұрады. Комикстерде Штормбрейкер Торға тиесілі емес. Бұл Одиннің Бета Рей Беллге Торды шайқаста жеңгені және оның Мьёльнирге лайық екенін дәлелдегені үшін берген сыйы. Один Беллге балтаны бермес бұрын Тор оған құрмет ретінде Мьёльнирді ұсынды. Бета Рей Беллдің басшысын Рагнарёк Сакарына гроссмейстер чемпиондардың арасында көруге болады. Бұл дегеніміз карбинаттар, дәлірек айтқанда Бета Рейдің өзі бар екенін растайды. Егер Бета Рей Белл доғасы махаббат пен найзағайда болса, Тордың өзі қарусыз қалар еді. Джейн Мьёльнирді Бета Рей Белл Штормбрейкерді талап еткенде, Тор Ярнборнды алу мүмкін. Бастапқы материалда Ярнборн Тордың Мьёльнирді көтеруге лайық болғанға дейін қолданған алғашқы қаруы болды. Ярнборн Асгард болаттан жасалған ергежейлі жасанды шайқас балтасы және Один мен Тордың балтаға салған сүйкімділігінің арқасында жойылмайды. Комикстерде Тордың ең қорқынышты және күшті зұлымдарының бірі құдай қасапшысы Горды таныстырады. Кейіпкердің қызықты тарихынан басқа одан да қызықтысы Горды 4 рет Оскар сыйлығының иегері Кристиан Бейл сомдайды. Кристиан Бейл Тор 4 фильміне қасапшы Гордың зұлым кейіпкерін сомдауға шақырылды. Актер комикс фильмдерінде бейтаныс емес. Кристофер Ноланның Қараңғы сері трилогиясында Бэтменді сомдаған. Басты қарсылас отбасын жоғалтқан Гор құдайларды айыптайды. Қара Нексфордтың көмегімен оларды өлтіруді міндет қылады. Қараңғы әрі қайғылы тағдырын сомдау жолында Бейлдің тәжірибесі мол. Бейлді көпшілік осы ұрпақтың ең жақсы актерлердің бірі деп санайды. Және осы актерлік шеберлігін Гор сияқты көп өлшемді кейіпкерлерге бере отырып, ол Горға терең әсер етіп, оның бұрмаланған мотивациясын үлкен экранға аударуға көмектесе алады. Кристиан Бейлдің құдай қасапшысы Marvel зұлымдары үшін жаңа стандарт орнатылады. Франшизаның ең үлкен әлсіздігі бір реттік дамымаған антагонистердің көп екенін көріп, Гор көпшіліктің арасынан бүгінгі күнге дейін ең жақсы зұлымдардың бірі ретінде ерекшеленеді. Бірақ егер оның тереңдігі болмаса, Бейл рөлді қабылдамайтын шығар. Бастапқы материалдағы Гордың тарихы қызықты. Гор күнделікті аштықпен күресетін аты жоқ ғаламшарда дүниеге келген. Ата-анасының, әйелінің және барлық балалардың қайтыс болуына байланысты қайғыға толы Гор өз ғаламшардың дінін жойып, өзінің жаңа сенімін жариялаған үшін жер аударылды. Қуғында жүргенде Гор екі құдайдың бір-біріне қарсы шайқасқа түскеніне куә болады. Олардың бірі симбиот құдайы Кнул. Ал екінші құдай Гордан көмек сұрай бастағанда, Гор оны өлтіру үшін Кнулдың қолындағы Нексфордты қолданады. Ашуға толы және күшке мас болған Гор құдай қасапшысы ретінде саяхатын бастап ғаламдағы барлық құдайды өлтіруге ант береді. Бастапқы материалда Гор әрбір ғаламшардың пантеон құдайларын ысырап етеді. Ең танымал пантеондардың бірі Зевс, Арес және Геркулес сияқты кейіпкерлердің мекені болып табылатын грек құдайлар. Геркулес үшеуінің ішіндегі ең танымал Marvel кейіпкері, өйткені ол Тор сияқты мықты деп айтылады. Рассел Кроудың фильмінде Зевс рөлін сомдайтыны және Найзағай фильмінде ойнайтыны туралы қауесеттер бірнеше ай бойы айтылып жүр. Гладиатор және Франтик жұлдыздарының жобаға қатысуы наурыз айының соңында белгілі болды. Оның рөлі құпия сақталды.
Кроу қазір Олимпиада құдайы Зевс ретінде көрінетінін растады. Осындай күшті кейіпкерді таныстыру Марвел әлемін түбегейлі өзгертетіні сөзсіз. Комикстерде Зевс Геркулесті қамтитын аса күшті тіршілік иелерінің тобы. Олимпиадашылардың жоғары жетекшісі. Зевс бір кездері Олимп пен Асгард арасындағы соғыс болған кезде Одиннің өзімен шайқасқан. Бірақ қазіргі әлемде кейіпкер Тор мен Зе қосып шайқасатын сияқты. Айта кетейік, баста жауыз Гор құдайларды өлтіруші болады. Соның салдарынан Зевске үлкен қауіп төнеді. Одиннің 9 патшалықты жаулап болуы 4-ші жобада ашылады. Рагнарёк пен Бейлдің кейіпкері Тордың 4-ші фильмінде осыны кеңейтуге мүмкіндік береді. Мыңдаған жылдар бұрын Один 9 патшалықты бағындырды. Гордың оқиғасы Одиннің қанды тарихымен қиылысуына көптеген мүмкіндіктер бар. Рагнарёкта көрсетілгендей, Один мен оның қызы Хела асгардтықтардың үстемдігін орнату жолын қатыгездікпен жасады. Комикстерде Гор құдайларды олардың әрекетсіздігімен немқұрайлығы үшін кінәлайды. Олардың қан құмарлығы емес, отбасынан айырылуы. Marvel блокбастерлерінде жиі болатындай, тұтынушылық өнімдер әдетте премьераға айлар қалғанда пайда болады. Біз күткендей жаңа кейіпкерлер костюмы асгардтықтар үшін өте қолайлы. Кейіпкер әдетте дыбыссыз түстері бар костюм кигенімен, жаңа көрініс қызыл шапанмен, көк және алтын екпенмен ерекшеленеді. Тордың өзі әдемі көк сауытты киімі бар. Джейн толық мықты сауытпен безендірілген, және Гордың шағын фигурасы да бар. Мүмкін ең қызықты фигура бұл ешкі қайық деп аталатын көліктің лего жиынтығы. Дәстүрлі викинг кемесі үлгісінде жасалған екі қайық өз атын оны сүйретіп бара жатқан екі мифтік тіршілік иесін алады. Кеменің алдыңғы жағында Асгарден тоғырсы логотипі бар. Жанкүйерлер Тордың 4 аяқта екі мүйізді серіктерімен бірге жүргеніне таң қалуы мүмкін. Тангриснер деп аталатын екі ешкі Тордың арбасын сүйреткен шынайы Норвег мифологиясынан алынған. Асгардтың найзағай құдайы норвегиялық әріптестері сияқты көлік қызметтерін қамтамасыз етті. Сол уақыттан олар жерде де, ауада да қорқынышты жылдамдықпен шабалады. Екі ешкеде сиқырға ие болып, патшалықтардың арасында тұяқтардан найзағай жарқыратады. Ай серісі Хонсу үшін аватар ретінде қызмет ететін Марк Спекторға назар аудару мүмкін. Бірақ ол Тор махаббат пен найзағайда пайда болатын құдайдың қызықтық құпиясына сілтеме жасайды. Ай сері 9 мысырлық құдайдан тұратын Энеидтің тарихын таныстырды. Көрермендер құдайлардың адамзатпен қарым-қатынасы бар екенін анықтады. Стивен Гранттың әдебиеті бірінші эпизодта Египет құдайларының айыптауын қолдады. Қара пантера мифосының басты кейіпкері фильмнің ғарыштық әңгімесіне сай келетін Тор махаббат пен найзағайда ұсынылуы мүмкін. Бас деп аталатын пантера құдайы Капитан Америка азаматтық соғыста және Қара пантерада айтылған. Бірақ ол ақырында Тордың 4-ші саяхатында дебют жасауы мүмкін. Мысырдың мысық құдайы басты Ваканда халқы ғибадат етеді. Тачала азамат соғысында әкесін жоқтау кезінде басты алғаш рет еске алады. Кейінірек Қара пантерада Ваканданың рухани сенімдеріне күмәнмен қараған Тачала жүрек тәрізді шөптің өзінің керемет күштерін қалпына келтіргеннен кейін ата-баба жазығына барған кезде басты өз көзімен көреді. Акосе Сабет фильмдегі басты рөлін сомдады. Бұл фильмде Ваканда богиниясы адам кейпінде пайда болады дегенді білдіру мүмкін. Ол Гордың нысанасына түсіп, Тордың одақтасы болуы мүмкін еді. Фильмде құдайларға қауіп төніп тұрғандықтан, бастың 4-ші кезеңде дебют жасау орынды. Бастың фильмге қосылуы және оның қандай рөл атқаратыны әлі ресми түрде расталған жоқ. Not me. What? Just listening.